Сарыарқаның төскейіне төге салған маржандай сұлу көлдер, алыстан көз тартып ұнартқан көгілдір таулар жер жәннаты деуге тұрарлық. Қарқаралы өңірінің символ іспетті әсемшің бір кездері жирен сақал, комсомол шыңы деп аталса, бүгінгі күні Қарқаралы шыңы деп аталған. Қай жағынан келіп қарасаңызда бұл шың әртүрлі тұрпатқа еніп, құбылып, кескін келбетін өзгертіп тұрады. Ертеректе бұл аймақ Комиссаровка деп аталған екен. Осы жердегі орманшының үйі 20 ғасырдың басында 1910 жылы салынған. Бұл салынып біткеннен кейін бұнда тұңғыш тұрған Десничий Котовский дейтінісі болған. Одан кейін Казаков дейтін болды біздің осы кейінгі уақыттарда. Онан кейін Құсайынов дегендер тұрды. Көптеген орманшылар тұрды. Тарихи деректерге қарасақ, осы тұрған жердің орманынан салынған ағаш үйлер. Талай уақыт көптеген орманшылардың отбасына баспана болған үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мәдени мұра бағдарламасы барысындағы жөндеу жұмыстары аяқталған соң, бұл үй аймақтағы құнды тарихи ескерткіштердің қатарынан орын алмақ. Жол мұнан әрі Ақтерек ауылына апарады. Ақтерек 239 ғана тұрғыны бар тау қойнауындағы шағын ауыл. Кіп-кішкентай ауылдың үлкен тарихы бар. Ауыл тарихы ағартушы демократ Алашорда партиясының көрнекті өкілі Ахмет Байтұрсыновтың есімімен байланысты. Ахмет Байтұрсынов 1895 жылдан 1909 жылға дейін Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі орыс-қазақ мектептерінде оқытушылық қызмет атқарған. Көрнекті ұстаз сол тұста Ақтеректегі осы ғимараттың іргетасын өз қолымен қалап, бастауыш орыс-қазақ мектебін ашқан. Ақтангер Алаш қайраткері қуғынға ұшырағанға дейін осы жерде қызмет атқарып, шәкірт тәрбиелеген. Оқырмандарға келген кезде біз Ахмет Байтұрсынов атамыз осында сабақ берген жері, солар таныстырамыз, кітаптармен таныстырамыз. Бұл киелі жер, ештеңесіне тиісуге болмайды. Бұл ертеден келе жатқан жер деп, жаңағы келген оқушыларға, қонақтарымызға осы жерді таныстырып өтіреміз. Мектеп ғимараты 5 бөлмеден тұрады. Бір бөлмеде 3000-ға жуық кітап қоры жинақталған кітапхана бар. Ауыл тұрғындары мерзімді басылымдармен де осы кітапханадан танысады. Жөндеу жұмыстары таяуда аяқталғандықтан, қалған бөлмелерді жабдықтау енді қолға алынбақ. Мектеп ішінде Ахмет Байтұрсыновқа арнап мұражай ашу жоспарланыпты. Атам міне келешекте осы Ахмет Байтұрсынов атамыздың жаңағы музейін ашпақ жатырмыз, ақсақалдар комнатасын ашайық деп жатырмыз. Шырағым, бұның өте дұрыс. Өзіміздің алдыңғы бабаларымызды осы жас ұрпаққа келешек танытып, осыны көрсетіп, өткеніңді еске алсаң, өскеніңнің белгісі, өткеніңді ұмытсаң, өшкеніңнің белгісі. Бұл біздің өскеніміздің белгісі міне. Мектеп ғимараты бірде-бір шегесіз қарағайдан қиюластырып салынған. 2 ғасырдың куәсіне айналған ғимарат әлі де шөгіп аласарып кетпей, сол қалпында тұр. Кеңестік дәуірде қараусыз қалған уақыттың өзінде тарихи орын бұзылмай сақталып қалған. Бұл енді 70-ші жылдар деп айтуға болады. Оның алдында бұл мектепте және Кеңес одағының кезінде не болған, конторасы болған, кеңсесі болған. Содан кейін сол кеңсе кезінде бұның ішінде библиотека болған, кітапхана, клуб болған. Одан кейін сол 70-ші жылдары, сол 70 пен 80 жылдың арасында сол мектеп бос қалған. Содан кейін осы 80-ші жылдан бастап өзі бағдарлама бойынша қарастырылып, осы мектепті қолға алған. Өлкедегі Қызылкеніш деген атпен белгілі тарихи ескерткіш Қарқаралының оңтүстік шығысындағы кент тауларының қойнауында Қызылкеніш сайында орын тепкен. Енді бұл тарихи ескерткіш болып есептеледі, мемлекеттік қорғауында тұрған. Бұның енді біздің ғалымдардың зерттеуі бойынша, ғалымдардың тұжырымдамасы бойынша, жаңағы буддалық діннің ламаистік бағытындағы храм болып есептеледі. 17 ғасырдың екінші жартысы осы жаққа жоңғарлардың келген уақыт сол кез болуы тиіс тарих бойынша. Сол уақытқа жатады бұл. Енді бұның құндылығы осы уақытқа дейін біздің облысымыздың территориясында бұндай сақталып қалған буддалық бағыттың, буддалық діннің ешқандай ескерткіштері болған жоқ. Осы жалғыз ғана ескерткіш. Ескерткішті алғаш 19 ғасырдың 20 жылдарында патша армиясының генералы Семен Броневский сарай маңындағы обаларды қазу барысында зерттеген.
Оның жазбаларында сарай мынандай құрылыс болып сипатталады. 2 қабатты, айқыш пішіндес, жабайы тастан ізбес қолдана отырып салынған. Оның қызыл бояумен боялғандығы байқалады. Қабырғалары сыланған. Жоғарғы қабатта айналма галерея мен мастикамен боялған 4 колонна ұстап тұрған фронтон бар. Бұл құрылыстың маңында басқалары да болған, бірақ олар бұзылып қалған делінген. Сарай 4 ғимараттан тұрған, үлкен бір храм және тағы да шағын 2 бөлме, сонымен қатар шаруашылық бөлмесі болғандығы анықталған. 1986 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің ғалымдары зерттеу жұмыстарын жүргізіпті. Зерттеу барысында негізгі сарай 3 жеке құрылысымен толық ашылып, ескерткіш маңында орналасқан қорымнан 10 жерлеу орны қазылған. Дәл осы тарихи орынның қатысы бар екенін жаңа қалай дәлелдеген кім? Қалай дәлелдедіңіздер? Не арқылы? Дәлелдегенде біріншіден бұнда ертеректе 19 ғасырда, даже 18 ғасырда жазылып қалған материалдар болды. Біріншіден, екіншіден 86 жылғы қазба жұмыстары кезінде жәдігерлер табылды. Кішкене статуэткалар, буддизмге қатысы бар нәрселер. Ол Қарағанды мемлекеттік университетінің мұражайында сақталды. Қазір реставрацияның мамандары Төреқұлов Тимур деген маман, сол кісі басқа жерлерде сақталып қалған буддалық объектілермен салыстырып отырып, Будда дінінің ламаистік бағытының храм екенін солай дәлелдеді. То, что вы видите сейчас, это результат этих раскопок. Қазіргі көріп тұрғандарыңыз қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған қола тиындар, қола сақина. Айтпақшы, осы қола тиындар арқылы біз сарайдың өмір сүрген уақытын анықтадық. Ол жобамен 17 ғасырдың аяғы, яғни 1676 жылдар шамасы деп жобаладық. Қазба жұмыстарын жүргізген ғалым археология институты директорының орынбасары Жұман Смайылов. Ал мына ортадағы планшеттен көріп тұрғандарыңыз сол жерден табылған біраз заттар, оқтар, әшекей бұйымдар. Ал мына 9 нөмірде ламаистік бағытта қолданылатын нефриттен жасалған моншақ тәрізді бүршік. Сарайдың қабырғалары өңделмеген тақта тастардан қаланған. Құрылысты салу барысында оның бұрыштарына ұзындықтары 6-7 метр, еденіне 4-5 метр үлкен тақта тастар пайдаланылған. Ортадағы бөлменің оңтүстік шығыс жағының ұзындығы 11-6 метр. Оңтүстік шығысы 12, солтүстік батысы 11-8, оңтүстік батысы 12-2 метр болған. Негізгі бөлменің үш жағынан жапсарлай салынған кіші бөлмелердің іш жағында едендері 1-1,3 метр болып келетін есіктер бар болса, ал сырт жағында ешқандай есіктер жоқ. Кіші бөлмелердің қабырғалары негізгі бөлмеге жапсырылып қаланған. Үлкен бөлменің едені қызыл сырмен сырланған. Шығыс бұрышынан басқа жерлері ізбесті ақ балшықпен сыланған. Мына қабырғасы сыланған, осы сылақ беріге дейін, мына сыртында шамалы ғана кейінгі сылақ бар, негізгі астындағы сылақ оқыры дейді, шамалы қызғылттау деген, сонымен боялған кей жерлерде даже солар сақталған болатын. Мына тастарды кейін өздеріңіз қалап? Мына тастар бұл қаланғанда, археологиялық қазба жұмыстары болғанда мұның бәрі құлап жатқан. Тастардың бәрі ішінде сол қазба жұмыстары кезінде сол тастардың бәрі шығарылып, енді неден тазаланып өтіп, бәрін жиналып қойған. Тек өзінің тастары мына пайдаланған. Қызылкенішті қалпына келтіру жұмыстары 1993 жылы қолға алынған. Одан кейін Жібек жолы бағдарламасына орай 2002-2004 жылдары облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, қалпына келтіру жұмыстары жалғасын тауыпты. Болашақта да мәдени мұра бағдарламасы бойынша атқарылып жатқан шаралардың қатарында бұл ескерткішті толықтай қалпына келтіру жоспарланып отыр екен. Ғимаратты қалпына келтіруге 50-60 жылдарда түсірілген суреттегі жоба қолданылмақ. Реставрация кезінде мынаның бәрі, мынада су жоқ болатын. Осыған салды тас. Былтыр, одан бір жыл бұрын ба, мынаға су келді өзінен өзі. Әжер бұлақ істеп, мынау толып тұрды. Біреулер айтады, бұдан ауыз су алған дейді. Соған бола таза су керек болғасын соған. Мен өзім ішіп көрдім, бұның су тап-таза жүр. Бұл жерде адамдар аз уақыт қана тұрақтаған секілді. Түрлі себептерге байланысты тұрғындар оны тастап кетіп, ғимарат кейін қиратылған болуы мүмкін. Біздің ғалымдардың тұжырымдамасы болса, егер табылған дүниелерге салыстыра қарасақ, бұл храм көп қызмет істемеген. Жоңғарлар сол уақытта, бір белгілі бір уақытта қазақтармен арада ұзақ соғыс болды. Кей кезде олар бер қарай жылжып біраз жерге дейін келді.
қазақтар кейін босатты. Сол бір жоңғарлар бір 17 ғасырдың екінші жартысында қазақтардың жеріне тереңірек еніп, осы жаққа дейін келіп, бұдан да қарай өтіп, сол кездерге мен өзім жобалау бойынша сол кездерге, бірақ табылған жәдігерлерге қарағанда, жаңағы мәдени қабат дейді, культурный слой, соның нелеріне қарағанда бұнда көп уақыт кісілер тұрмаған. Ғалымдар зерттеу барысында жерлеу құрылыстарының көпшілігінің бос екенін анықтаған, бірақ олар мұсылмандық ғұрып бойынша салынған. Үстіндегі тас үйінділері жерленгендердің батыс, солтүстік-батыс тұрақты бағыттары, жерлеу заттарының жоқтығы мұсылмандық жерлеу ғұрпы туралы пікір қалыптастырады. Бұл жерде қазақтар өздерінің қайтыс болған адамдарын жерлеген деп те болжам жасауға болады. Мұның бәрі бейіт, ол сол кезде жерленген ба, кейін жерленген ба, бірақ жерленген формасына қарағанда жаңағы қазақтың бейіті дейді, тастан шамалы ие соған ұқсайтын бейіттер, мына жерде біраз бейіт бар, менің шөптің арасында. Қызылкенішті жергілікті тұрғындар Қыз әулие деп те атаған. Оған ел аузынан келе жатқан түрлі аңыздар себеп. Бұл мекен-жай туралы осы жердің тұрғыны Ғабдолла Сәрсенбайұлы деген ақсақал бірқатар деректер айтып кеткен. Аңыздардың көпшілігінің мазмұны жоңғар шапқыншылығы кезеңімен байланысты. Кезінде қазақтың ханы Аюке хан өзі қызын Сетержапты жоңғардың ханына берген, Цевен-Рабданға. Сол Цевен-Рабданға бергенде, ол Цевен-Рабдан 40 әскерімен жәнегі қыз баланы алып беруге сол Еділге барған. Сол Еділге барып, сол жерде жәнегі қызды ұзатып, жоңғардың жән әскеріне, ханына. Содан кейін Аюке хан өз жағынан 40 қазақтың батырын берген. Сол батырдың ішінде Едіге батыр болған. Сол кісілер енді жоңғарға осы Қарқаралы арқылы өтіп бара жатып, осы Кент тауында 16 ғасырдың аяғында осы жерде мынау үлкен тарихи ескерткіш орнатқан. Аюке ханның қызы Сетержап жәнегі Едіге батырға қашық болып қалған. Қашық болып, осы жерде аяғы ауыр болып, осы жерде ұл бала тапқан. Аңызда айтылғандай, Сетержап пен Едіге батырдан туған ұл Шоналаузан ерекше батыр бала болып өседі. Қоңтәжі баланы жек көріп жәбірлейді. 6 жасынан оны қой соңына салып қояды. Шоналаузан 8 жасқа келгенде 8 қырлы оқ жасайды да, оны садаққа салып әуелете тартады. Атқан оғы Қоңтәжі отырған үйдің есігіне келіп қадалған екен. Оқты баланың атқанын білген Қоңтәжі оның болашақта осал дұшпан болмайтынын сезіп, садақ тарталмайтындай етіп жауырынын тіледі. Кейіннен Шоналаузан Еділ бойындағы анасының туыстарына қашып кетеді. Тарихта Шоналаузан 1732 жылы қайтыс болған деген деректер бар. Шоналаузанның аты қазақтардың арасында Сына батыр деген атпен белгілі. Бір мәселеге қатты назар салу керек. Бұл жоңғардық дегенде бұл жер, жоңғардың мынадай солардың табынатын храмы тұрғандықтан бұл жер жоңғарлардың жері деген ұғым тумау керек. Кезінде жоңғарлар қазақтармен кем дегенде 250 жыл бойы қарым-қатынаста болды. Көбінде соғысты. Кей кезде олар осы жерлерді жаулап алу мақсатында елдің ортасына дейін келді. Біраз жерге жаулап алып, кей уақыттарда ұстап та отырған кездері болды. Сол кездегі пайда болған нәрсе. Ал бұл енді жаңағы, бірақ жоңғардың храмы тұрғандықтан бұл жер енді жоңғардың, болмаса қалмақтың ата бабасының жері, болмаса сондай ұғым тумау керек. Бұл енді өткеннен қалған мұра ғой. Бұл да енді кімге қатысты болғаны байланысты болса да ескіден қалған мұра, сондықтан мұра ретінде қарап ұрпақтарға көрсетуіміз керек. Қызылкеніш әлі де зерттеліп бітпеген құпиясы мол орын. Дәл кім салғанын айтпаған күнде де бұл жер қазақ халқы ерекше қастерлеген мекен екенін ұмытпаған жөн. Өлкедегі тарихи мәдени ескерткіштердің тізімі жоғарыда таныстырып өткен нысандармен шектелмейді. Бұл өңірде әлі де сыр сипаты ашылмаған шежіре нысандар көп. Өмір өзен сырғып өтіп жатыр. Ал тарихтан ісі жалғаса бермек.